осы Назарбаевтың жүйесінде қызмет етіп жатқан шенеуніктер, олар нағыз халықтың алдында да, Құдайдың алдында да үлкен күнәһарлар. Жанболат Мамай Қазақстан Республикасының президенті. Инга Иманбай бірінші ханым. Халық өзінің дауысын беріп, қолдап, сондай бір биікке көтеріп жатса, ел үшін қызмет етуге дайынбыз. Атын атамай қойын. Өзін өтірік ұлтшыл қылып көрсететін біреулер бар. Сол Американың консулдығына дейін кіріп, жаңағы Серікжан Қазақстанда қысым көрмеді деп Америкаға арыз айтып кетті. Енді сол бұлардың барлығы жаңағы титушылық ауанды контролдау үшін шығарып қойған өтірік ұлтшылдар бар. Өтірік ұлтшылдар. Бұлардың барлығы өтірік ұлтшылдар. Өтіріктен ұлтшыл болып ана тақырып, мына тақырып, қоғамдық әлеуметтік тақырыпты көтереді, бірақ қоғамдық жаңағы саяси тақырыптың ең жанды жерін көтермейді. Ара тұра өтіріктен жаңағы рұқсат алған ғой, оларға лицензионныйлар. Олар сол лицензионный болғандықтар соншалық ара тұра жаңағы оттап бір-екі ауыз шал кет деп қояды, болды. Бірақ басқа адамдар шын жүрегімен шал кет десе, олар сотталып кетеді, бірақ бұлар шал кетпесе сотталмайды. Ұзаса 15 күн отырады, болды. Міне нағыз ұлтшылдар кетті ғой, міне 5 жылға сотталып кетті қазақтың 4 жігіті. Ана қазақтың 9-10 қыз жігіті қарындастарымыз, міне олар қараптан қарап, жарты жыл ма, тіпті 10 ай ма содан артық уақыт қамауда отырды. Міне 1 жылға, 2 жылға бас бостандықтары шектеліп шықты. Ал жаңағы бейшаралар айтады дейді Американың елшілігіне. Бізге де хабар келді ғой. Біз де сол ұлтшылмыз, біз 15 күн отырдық, дым істеген жоқ дейді. Онда Арон Атабек неге 15 жыл отырды? Арон Атабек неге сотталып? Неге түрмеде 14 жерінен сүйегі сынып? Неге Арон Атабек сонша қорлық көрді? Егер Қазақстанда демократия, еркіндік, теңдік болса, неге Серікжан Біләшұлы 19 жылы 10 жылға соттауға бәрің арыз жаздыңдар, бүкіл тайлы таяғың интеллигент зиялың қалмай? Сөйтіп, Серікжан Біләшұлы процессуалдық келісімге келіп шыққанда сотталып кету керек еді. Мен сотталып кеткенде не істейтін едім? Түрмеде отырайын, арам құсап, 14 жерімнен сынып, күрсіндерім қалайын. Ал мен келісімге келіп шықтым. Сосын біреулер айтады, Арон Атабек неге келісімге келмейді дейді. Аронға тағылған қылмыс пен маған тағылған қылмыс ұқсамайды ғой. Мен қоғамдық араздық тудырды дейді. Орысшасы этнический розный ма бір бәле ғой, тілім келмейді, соның тілін үйренгім деген. Ал сол кезде Аронға кісі өлтірді деген айып тағылды. Анау полицейді біреулер өздері өртеп, өздері өлтіріп, бензин жағып. Сонда Арон қалай келісімге келеді? Сонда өлтірдім, бірақ түрменің сыртында жаза өтейім деп, Арон сонда кісі өлтіргенін мойындау керек пе? Арон мүмкін емес қой, кісі өлтіргенін ол қалай, оған қалай, кім оған мойында дейді. Шын мәнінде оның ол өлімге қатысы жоғында бүкіл қазақ қоғамы біліп отыр. Бүкіл қазақ қоғамы оның кісі өліміне қатысы жоғын біліп отыр. Бар болғаны ол саяси кландық топтармен ымыраға келмеді. Ол анау Совет одағы кезден желтоқсанның шындығы үшін Мәскеуде күресті. Ол өтірік желтоқсанды көтерушілердің бетпердесін ашты. Өзі желтоқсанға қатыспай, бірақ желтоқсан тақырыбын көтерген Чахановтың былықшылығын біледі ол. Аронның көзін құрту керек болды. Ол Алашорда партиясын құрды. Ол сол заманда Қазақстанда бүкіл қазақ қоғамы орыс тілді болып тұрған сол заманда ол ең сауатты және біреулерге ең бәсекелес болды. Енді ол құрту керек болды. Және ол 90 жылдардың өзінде саяси партия құрып, Қазақстандағы демократиялық қоғамдық қозғалыстардың басшысы болады. Енді ондай сауатты адам, ондай күресе білетін адам, олай бәсекелес болатын адамды құрту керек болды. Арон сөйтті де саяси зұлымдықтың құрбаны болды. Аронның тақырыбы мен біздің тақырыбымызда жаңағы мойындау, процессуалдық келісімге келу оған келмейді. Мысалы мен қоғамдық араздық тудырды. Кім зардап шегіпті менен? Кім қырлық қапты, кім асыл өліп қапты, кім ойбай деп жаңағы не болып қапты.
мысалы мен жарайды дедім. Мен Шыңғуат Байжанов адвокатым болды, соңғы адвокатым. Айманның маскасы жыртылды сол күні. Ол кірер кірместен Серікжанға тағы бір ай үй қамақ деді. Қандай адвокат өз қорғауындағы адамды тағы да қамақта ұстағысы келеді. Мен бір ай түгіл бір сағат отырмаймын дедім. Шыңғуат Байжанов адвокатым болады дедім. Айманнан бас тарттым. Айманның маймыл екені белгілі болды. Оның Астанадағы соттарға қатыспайтыны, менің тіпті Астанадағы Жаңаөзен 6-дағы анау шарт жағдайы жоқ үйден шарт жағдайы бар қабат үйге ыстық су бар үйге ауыстыру туралы өтінішімді де қанағаттандырмай отырғанның бәрі белгілі болды. Серікжанды баяғы тордағы тоты құсап ұстап отыру керек, сайратпау керек, сөйлетпеу керек. Міне, жоспар осы. Енді қазір міне Американың елшілігіне дейін барып, ол Америка ақымақ емес қой ол. Ол Америка сенің кім екенің керек десең, сенің телефоныңа дейін біліп отыр ғой ол. Сенің бүкіл астарың, сенің ауылдағы үйің, адресіңе дейін біліп отыр ғой. Ол бәрін зерттеп отыр ол. Менің америкалық жолдастарым, мен февралда сол ресторанда бұл жихад, бұл ақпараттық идеологиялық жихад дегенде менің америкалық достарым бар. Сен білсеңдер ата жұрттың жігіттері бар. Сонда кофе ішіп бейресми кездесіп отыр. Серікжан осы сөзді бекер айттың деді. Мен айттым, бұл ақпараттық идеологиялық жихад қой дедім. Олар енді сенен осы қамауға тырысады деді. Көп өтпеді. Сонда олар оны қайдан білді? Олар бәрін біліп бақылап отыр. Олар қазақ элитасының өзінде Америкаға ақпарат беретін адамдар бар. Ол керек десең соның бәрін біліп, кім не сөйлейді, қай сұмырай, Абзал Құспан не жоспар жасап жатыр, ол біліп отыр. Абзалдың керек десең кіммен ашына, кіммен құшына, қай қатына, қай қурай қатына, кіммен қалай болып тұр, кіммен дамбал бар, бәрін Америка біліп отыр. Ол жасырын емес. Енді бір топ сұмырай жаңағы басына киіз жауып алған, көз шүңірейген бір арық қурап қалған бір кәресектер болады ғой, өмір бойы дермен сүйреген. Солар бар, Серікжан туралы айтты. Енді мен айтамын да қазақтарға, ақымақ болмаңдар. Ақымақ болып, қадірлеріңді кетіріп, иттен арман қадірсіз болып, 15.000 километр шалғайда жатқан маған, анау айдаладағы, иендегі, анау Орта Азиядағы, Қазақстанда жатыба бүргендеріңмен ол әсер қылмайды ғой. Әсер қылмайды ғой. Алатаудың бөктеріндегі бір қаншық ит, кәрі қаншық ит, 1000 жерінен құйрығын шыжбыңдатып, абала бүргеніменен анау Африкадағы арыстан ондай қаншық иттің барын да білмейді ғой. Қолдарыңда тұрған кезде соттай алған жоқсыңдар. Ұстап ап, тұтқындап ап, 7 жылға соттап, оның өзінде түрменің сыртында отыр дедіңдер. Содан ақырында 2020-ның январда қайтадан жұмысты бастағанда шыдамай алмай қалып, қайтадан 2 қылмыстық іс қозғап, тоқтат, анау мынау өлтіреміз, жаңа көлік шырғалаңын жасаймыз дедіңдер. Тоқтамадық. Егер карантин болып, мынау коронавирус тарамағанда тоқтамас еді. Енді не далбасаттыр, енді не жамандау, енді не өсек. Мына әлеуметтік желідегі иттеріңді абалатып үргістіп. Бізге қазір ол керісінше, мен сендерге айтайын, ол керісінше бізге мына Қазақстандағы, мына Қытайдың жалдамалы иті болған зұлымдық, міне Қазақстан қоғам, мынаның бәрі ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары. Қазақстанда бір ит албаты үру үшін де ұлттық қауіпсіздік комитетінен рұқсат алады қазір. Ауылдағы итіңе дейін үру үшін лицензия алады.